Біз осы қаладамыз, анда шығып келеміз, басым осы қаладамыз. Көбінесе өзгермеген, Ғанидан басқасын бәрі. Ғани өзгеріп кеткен бе, салып кеткен бе? Ғани бір 2-3 Ғани жеп қойған ғой. Менің қасымда тұратын ғой, біз Серік, мен Ғани үшеуміз бірге тұратынбыз. Лотова Жанар, бәріміз бірге тұратынбыз. Спорт залда Махамуд Азамат ештеңдер машинада тұрамын ғой. Мен тұрамын, Лотова Жанар тұратын, кете беретін паромызды. Бойымыз, высокат көріміз сондай біздің ішінде. Ержан, сен үндемей отырып қатты бұзып болатынсың. Үндемей жүріп тыңдаймын. Мен әлі де сондаймын. Бірі өзгермеген, но... Кекірім кетіп қалды. Олай көрді ұстап қаламыз. Бір екі ұстайын пересатке бара саламыз. Жарайды, барықтан көрген өте қуаныштымын. Бір азамат болып, бір отағасы болып, өніп, дамып, әйтеуір. Қыздарымыз бір-бірінің тоже Отанасы. Сондай өте қуаныштымыз. Басым заман дейміз сау, осындай көп жиындарда қалмай, көбінесе бізде келетіндей көп бала әлде бар. Жоқ дегенде 5-6 ауыр келу керек, олар келмей қалды мысалға. Себеп не болса да келуге болатын еді. Басқа қалада болса, және бір ойы басқа мемлекет болса, бір қалада тұрған кісілер келмей қалды, өздері біледі, өздері көреді. Ағырай бізде 30 жылдық деп жаңа Серік бізбен 10 жылға қоштасып кетті, 10 жылға қоштасып кетті, 25 жылда кездесіп, Серіксіз-ақ десек. Сол көрген қуаныштымыз, осы отбасыларымызда тек қана жақсы болсын, той болсын. Жаңа айтып отырмыз, балашығына Гүлфайрыздікі вообще 18-ге толып отыр дейді. Машиналар, 18-ге мықты ғой, керемет қой. Аман-есен осылай сендер жолдарын бесіп, бізді бала-шағамыз өсіп, өніп, жақсы оқуға түсіп, бәріміз. Біз кезінде өзіміз бала болған кезде Жанар апай көп түсіне бермейді, негізі қаршы. Ең бар 8 жатқа митинг барған кезде, митингден қайтып барататынбыз. Фантигүл апай, Жанар апай, теңесен тоқып тұрады, екінші, үшінші этаждан. Біз бәлші кетіп. Сондай кезде ата-ана болып бәрін түсініп жатырмыз.